Қалайсыңдар достар? Бүгін біз соққан ауылымызға обзор жасайтын боламыз. Бұл ауылдың нәтижесін сіздер көресіздер және комментарийға оннан қаншаға шейін бағалайтындарыңызды айтасыздар. Ең бірінші бізде міне осындай YouTube хаус. Бұда 4 адам тұрады. Бұны менің қарындасым Аруна салды. Енді ішін көрейік. Ішінде әзірге заттар қоймаған. Осы жаңа салып біттік. YouTube түсіріп отырмын міне. Мына ваннасы. Мыналар шкаптар. Так, мынаны көрсетейін. Мына бұл зал. Так, мына менің бөлмем. Ішінде заттар қоятын боламыз. Айбетпеңіздер, бұл әрине творческиймен салынған үй. Міне, мына кімнің бөлмесі екенін білмеймін. Қой, мына екеуі бірге тұрған ма? Білмеймін, короче, екеуі жатады онда. Мынау сенікі, біліп тұрмын. Мынау екеуі Айсұлтан мен Рамазанка. Олар кімді ойлап отқан шығарсыздар. Рамазан деген ол да YouTube түсіреді. Көріп кетіңіздер, ол да мектеп оқиғасы деген сериал түсіріп жатыр. Мен де түсіріп жатырмын. Бірақ білмеймін қашан шығатынын нақты. Енді келетін болсақ, мына Арунаның үйі. Ішіне обзор жасаймыз. Мына жерде паласқа қойыпты кішкентай. Міне осы жерде туалет ваннасы. Так, енді келесі бөлме. Міне кіреберіс. Мына орта. Арна өзінің тамақ ішетін жері. Мынау зал. Үлкен өте. Және мына картинаны қараңыздар. Өте күшті, иә. Енді мына Арунаның бөлмесі. Бұл бөлмесінде мынау картинканың артында осындай секретный жер бар. Бұны ешкімге көрсетпейді, тек маған ғана көрсеткен. Аруна Нұртөре деп жазып қойыпты. Маған көретін ме? Иә. Аруна да YouTube түсіріп жүр. Если тіркеліп кетіңіздер, маған да тіркеліңіздер, Арунаға да тіркеліңіздер. Мынау бізде қора. Негізі бұл қора жоқ деген вообще. Мынау негізі үй деген вообще. Бұл сарай болып кетті. Бұның ішінде аттарымыз бар еді. Сосын бірдеңеге шабуыл жасадық. Атымыз да жоқ, иә, өзіміз де жоқпыз. Выживаниеге айналып барғанбыз ғой. Так, енді мынау бізде сарай, өзіміздің заттарымыз. 3 басты қап-қара біреуге жабылып. Төбелде оны өлтірдік. Қараңдар. Мына заттарды. Жоғалып кетті. Бірген. Или қоя кетті ма? Мынау Романың үйі. Стройка болып жатыр. Өз салып. Негізі бұл жер өзгеріп кетті ғой. Негізі бұл жерде Роман бірінші үй бар еді. Ал Айсұлтанның үйі, міне кірген кезде осындай. Өзіға келген кезде осындай типа шкаф и киім ауыстырамын деп ойлаған ғой. Мынау не? Ата сандық, мынау шкаф. Білмеймін, әйтеуір біздің салған жерде шкафтар өте көп. Міне. Және гүлдерді
қойды, 3 гүл, 3 раушан. Ой, енді шығып қиын болды. Ал маған келетін болсақ, бұл Арунаның салған квартирасы. Міне нәтижесі осындай. Şimdi kvartirada ağam degендер өздерінің заттарын қойып алды. Өзім қойып беремін. Көбірек ақша беремін. Енді соңғысы менің үйім. Асықпай барайықшы осылай. Міне кіргенімізде осындай. Міне шкаф. Мына өзім тамағымды ішіп аламын. Аяқ менің балконым. Мына келетін болсақ, міне осындай сандықтар көп әйтеуір. Білмеймін, әйтеуір ішінен заттар бар, бірақ әйтеуір тамақ сақ қойғам. Айтпақшы, бізде бассейн бар екен ғой. Міне бассейн. Рамазан салған. Ол да ютуб түсіреді. Және ағаның бассейні бар екен. Мен бұны бірінші рет байқап тұрмын. Енді. Міне осы біздің мер. Енді келесі жастың күтіңдер. Біз 2-3 үй салып тастаймыз. Және неқта портал. Әсел салған портал. Сосын неқта мен біреуге тұзақ құрған негізі. Өзім тұққам құрған тұзағыма. Мен 2 ит асырап алғам. 4-іміз атпен кетіп барадық та. Сосын плане кетіп барадық. Сосын бір кезде, ана бір тетік тұр ғой деймін да. Мен барып баса салам ғой. Артыма қарасам, итім басып тұр ғой соны. Итім жарылды ма деген кезде, екеуі де тірі болып шықты. Сосын анаммен шайқасып жатқан кезде, итім жоқ кетті. Мен әшейін прикол салсам. Пранк істеймін. Мен осындай бір сервер. Сервер деппін ғой. Мир. Тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Және Арунаға тіркелуді, Рамазанға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.